Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен Мақпал. Бұл видеода мен сіздермен ерекше мүмкіндікпен бөліскім келіп отыр. Яғни айына 150 мың, 300 мың және одан да көп жоғарғы табыс таба алатын қазіргі сәтте сұраныстағы SMM маманы туралы айтатын боламыз. Жалпы SMM деген кім? Бұл мамандық неге соншалықты маңызды және қандай мамандық? Бизнес SMM менеджерге не үшін ақша төлеу керек деген сұрақтардан бастаймыз. Дәл қазір бастамас бұрын осы видеоға лайк басып, және әлі жазылмаған болсаңыз, менің каналыма жазылып кетуіңізді сұраймын. Ал кеттік, бастаймыз. SMM мамандығы деген кім? Бұл әлеуметтік желідегі дамыту маманы, яғни әлеуметтік желіде парақша жүргізеді. Қазіргі көп қолданылатын әлеуметтік желі бізде мысалы Instagram. Қазіргі сәтте біздің Қазақстанда енді дамып жатқан мамандықтың бірі. Бұл мамандықты бірі білсе, бірі тіпті білмеген, естімеген де болуы мүмкін. SMM ол бизнеспен айналысатын адамдармен, танымал атақты адамдармен, жалпы жаңа клиенттерді қажет ететін кез келген адаммен жұмыс істей алады. Нелікті SMM маманы қазіргі уақытта таптырмас мамандардың бірі. Біріншіден, әр клиенттен айына 150-300 мың теңгелік табыс табуға болады. Яғни бір емес, бірнеше клиентпен жұмыс істей отыра, мен айтқан суммадан 2-3 есе көп табуға болады деген сөз. Екіншіден, кез келген жерде, кез келген уақытта SMM жұмыс істей алады. Үшіншіден, өзі қалаған жұмыс кестесі бойынша жұмыс істей алады және әлемнің кез келген жерінде өмір сүре отырып жұмыс істеуіне де болады. SMM-ді 13 жастағы бала да тұрақты жұмыста істейтін, бірақ қосымша табыс тапқысы келетін, немесе істеп жүрген жұмысы ұнамайтын адамдар, үйде отырған декреттегі аналар да бұл жұмысты тіпті бос уақытында жасауға да болады. Яғни жұмысты кез келген адам істей алады. SMM болып жылы үйде отырып жұмыс істеуге, немесе саяхаттап жүргенде керемет курортта демалып жатқанда да бұл жұмысты өзіңізбен алып жүруге болады. Сенің қалай жұмыс істейтініңді ешкім көрмейді. Ең бастысы ыңғайлы, жақсы табыс әкелетін мамандық және маңыздысы адамдарға беретін нәтиже. Енді SMM мамандығы неге соншалықты қазір сұранысқа қатты ие екенін қарастырайық. Негізгі бизнестерде дәстүрлі маркетинг деген бар. Және кез келген офлайн кәсіпкерден клиенттерді қалай табуға болады деп сұрасаңыз, олар былай жауап беретін болады. Рекламаны газеттерге, теледидарға, радиоға, билбордтарға шығаруын тиіс деп жауап береді. Вот маған шындығыңызды айтыңыздаршы, осы теледидардан рекламасын көріп, содан кейін соңғы рет қашан бірдеңе сатып алдыңыздар? Немесе радиодан бірдеңе естіп алып, бір жерден, мысалы газеттен бір керемет реклама оқып, содан кейін барып бір өзіңіздің қажетті керекті затыңызды сатып алдыңыз ба? Әрине жоқ деп жауап беретін едіңіздер. Әрине ол дұрыс, өйткені әсіресе қазіргі дамыған уақытта ешкім бұлай сатып алмайды деп ойлаймын. Бұл дәстүрлі маркетинг өкінішке орай қазір ескірген. Оның орнын ауыстырған маркетинг, реклама жасайтын арналар қазіргі сәтте ол Instagram, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, чат-боттары және тағы да басқалар. Жаңа әлеуметтік желілерді, технологияларды, мысалы Instagramда, WhatsAppта игеріп үйреніп жатқан кәсіпкерлер өз конкуренттерінің арасында ерекше дамып, сатылымдары жоғарылап, бизнестері өрбіп өсіп жатыр. Сондықтан олар SMM мамандарына жоғарғы жалақы төлеуге дайын. Бұл адам олардың брендтерін әлеуметтік желіде алға жылжытады және әлеуметтік желіден жаңа тұтынушыларды әкеледі. Вот осы себептен де кәсіпкерлер SMM маманына ақша төлеуге дайын, қанша болсын. Көп адамдар сұрақ қоюы мүмкін, неге сонда бизнестің өзі әлеуметтік желіде жарнама жасауды үйренбейді? Бизнесмендер неге әлеуметтік желілерде ақылы және тегін жарнаманы меңгермейді деп сұрау мүмкін. Мен сізге жауап берейін, өйткені олар бизнесте, өз орнында, яғни бизнесті басқарады. Бұл олардың ең жақсы істей алатыны және қолдарынан келетіні. Кейбір кәсіпкерлер бар, SMM маманның қыр-сырын білуі мүмкін, бірақ олар мұны барлық жерде жасауға уақыттары жоқ. Бизнес ол үлкен нәрсе. Жалғыз кәсіпкер бәрін бір өзі алып кете алмайды. Сол себепті де SMM менеджермен көмекші, сатушы соларды жалдайды және SMM мамандарын жалдайды. Сол себепті де. Қарапайым мысалдар алайық. Мысалы, Мадина атты кәсіпкер бар делік. Оның жеке кофеханасы бар. Ол дәмді кофені жасауды және сол кофемен бірге
ұсынатын тәтті торттарды жасауды біледі. Қалай керемет дәмді жасауды біледі, мысалға айтқанда. Және логистиканы жақсы біледі. Ол өз тұтынушыларының кофеханаға қайтып келу үшін оларды қанағаттандыруды біледі. Яғни жаңағы дәмді етіп дайындауды біледі. Бірақ олар Инстаграмда жарнамаларды қалай дұрыс жасап жіберу керектігін білмейді. Ол Инстаграм мақалаларына қалай контент жазу керектігін білмейді. Ең қызығы, ол мұны істемеу керек. Яғни бұны әлеуметтік желіде дамытудың маманы, SMM маманы жасау керек. Ал енді алдағы уақытта осындай пайдалы видеолардың көп болған қаласаңыз, және видео ұнаса лайк басып кетіңіз, және каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Осындай видеолар сіздерді қызықтырса, және қандай тақырыпта видеолар күтесіздер? Ойыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Пікірлеріңізді күтемін. Келесі видеода көріскенше сіздермен болған Мақпал. Сау болыңыздар.